Жаңбыр төкті тау басында. О, сендер келдіңдер ме? Ассалаумалейкум достар, қайсыздар? Яндекс күнделіктерімізді жалғастырамыз. Тырылдап тұрмас үшін былай жарып қойын сендер. Еу! Далада суық емес па сендерге? Кеттік, бірінші тапсырысымызды үйден шыға сап қабылдап қойдық. Соған қарай кетіп бара жатырмыз. Бүгін 6 желтоқсан. Ауа райы тамаша. Тапсырысты аяқтадық достар. Минимальный жер, алтын ортадан жерде бір ЖК бар ғой, жаңадан салынып отқан сол жаққа қарай 2570 теңге болды. Тағы бір заказ келіп түсті, екінші поселок Райымбек дейді. Райымбек ауылына барып қайтамыз. Сол лайк басып қойыңыздар, ыңғайланып отырып болыңыздар, жемен тағыңыздар. Кеттік. Так, Райымбек ауылындамыз. Тапсырысты алып кеттік. 4 қысқа дөңгелек. Күшті ауыл екен. Біз бағасын көретін боламыз. Где-то 4 мыңдай болу керек. Одан көп болмаса деп қойсын. Так, тапсырысты бітірдік. 5840, 6000 теңге жіберді дем. Кеттік ары қарай, тұр қарай. Тағы бір тапсырыс, достар, достарчики. Зеленый базарға барамыз қазір. Көк базар. Неге көк базарды зеленый базар дейді? Почему? Неге? Синий базар емес ол. Папалям, синий базар едет к нам деген сияқты. Так. Көк базарға келіп түсірдік. Тағы бір заказ қабылдадық. Кеттік ал. Тапсырыс алып кететін жерге келдік достар. Так, тапсырыс бітті. 2800 теңге. Минималка ба. Ал ендеше, let's go. Тағы бір тапсырыс достар. Күрішікпен дейді. Көрейік дейді. Так, бұл тапсырысты алдық. Дәу витрина екен. Салып алдық. Фуралардың арасына кіріп аласың. Кеттік. О, башыш. Жаңа тапсырысымызды апарып түсірдік достар. 5000 теңге болды. Ожидание үшін ана брат сенде ренжімешті. Үстіне тағы 2000 теңге қосып берді. Тағы бір тапсырыс түсті. Соған кетіп бара жатырмыз. Достар, тапсырысты алдық. Кетіп бара жатырмыз. Құрметті достар. Мынандай жерге келдік достар. Бай. Жаңағы тапсырысты бітірдік достар. $2990 теңге. Стройка деміз. Мынандай жерлерге бірінші рет кіріп тұрмын. Ұйқылады ба? Қой, жалғастырақ. КамАЗдардың баллонын осылай жуады екен. Сол, бізде жудыртып алайық десең. Так, достар. Бір заказ істейм деп. Тағы 2 заказ ұстап алғасың. Короче, без Яндекса тағы 2 заказ жасап тағасың. 4200 теңгелік заказ болған. Сонан аптовик екен да, гүл сатып. Сол жерден тағы бір 2-3 адам шығып машинаңа сыйса ала кетші.
Олардан да 4 мың теңгеден жыл бағасын, короче. Bir барғанда 12 мың теңге істеп бағасын. Сол, кеттік. Жаңағы тапсырысты. Тапсырыс көрейін. Неден? Яндекстен бөлек тапсырыстарды орындап бітірдім. Мені табыр өгейді. Кеттік. Так, жаңағы тапсырысымызға кетіп бара жатырмыз, достар. Қаланың төбе жағынан түсірмей жатыр ғой. Асты жақта жаңағы 10-20 адам істеп жатыр деп қаланың жоғары жағына шығарып жүрді ғой мені. Так, бұл тапсырысты да алдық. Полный. Бір машинен мордасы ғой, короче, қандай машина екен білмеймін. Авенсисқа ұқсайды примерно. Сол, кеттік, достар. Тапсырысты аяқтадық. 5 мың теңге болды. Табысы 27 мың 650 деп тұр. Аха, деш. Енді 27 мыңға плюс тағы 8 мың қосасын, сонда 5 мың деш. 31 мың теңге. Жаңа біз Яндекс істегеніміз бар ғой. Тағы бір тапсырыс, достар. Долгая поездка дейді. Көреміз. Бесмен 200. Кеттік ары қарай. Заказымызды бітірдік, достар. Мынау кафе Махамбет деген жерге морозильник алып келдік. Бұл заказ қайда шықты дейсің ғой? Жаңа домой деп үйге қарай періп кетқам ғой. Сөйтсем, заказ шығып тұр. Әкеп тастағансың. Тиктоктан кафе Махамбет деп іздеп кіріп, соңғы видеосын астына комментарий жазып кетіңіздерші. Дарханнан сәлем деп. Морозильник алып келген саған деп. Құрметті достар, осымен Яндекс күнделігіміз аяқталды. Қарағандарыңызға рахмет. Лайк басқандарыңызға рахмет. Бай күндерде жолыққанша. Сау саламатты болыңыздар. Точно лайк бастыңдар ғой, а? Все, давайте. Ертең жолығамыз ғой. Ұйықта қалмаңдар.